Араздасқан екеуді татуластырғанмен көпшіліктің ашуы басылама. Ал үкіметтің аталған жағдайға көзқарасы қандай, депутаттардың нендей алып қосары бар? Аталған жағдай бойынша сіздің ұстанымыңыз қандай? Тұтынушының ешқандай претензиялары жоқ. Сол себепте әңгімені тоқтату керек деп есептеймін. Өзіңіз барасыз ба? Өзіңіз мағлұмнан тұтынасыз ба, тұтынушы ретінде? Шынымды айтсам, дүкенге көп болды бармаған. Уақыт жоқ. Талдықорғанда Шерзат Болаттың ісіне қатысты сот отырысы басталды. Кәмелетке толмаған Болаттың басынан аяқпен теуіп, өзімен алдын ала дайындап алып келген жидалмалы бәкі пышағын сабымен кәмелетке толмаған Болаттың басына бірнеше рет соққылар жасаған. Аптаның өзекті мәселелері біздің апталық шолуда. Назарларыңыз бізде болсын. Талдықорғанда Шерзат Болаттың ісіне қатысты сот отырысы басталды. Іс туралы қысқаша. 2024 жылдың 4 қазанда Талғар қаласында орын алған жантүршігерлік оқиға елді елең еткізді. 16 жастағы Шерзат Болат дүкенде әкесіне көмектесіп жүргенде сатып алушымен жанжал туындап, арты шабуылға ұласқан. Қарулы азаматтар Шерзат пен оның отбасына шабуыл жасап, жасөспірімді қатыгездікпен өлтірген. Бергожаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев және Тоқтаубаев азамат алдын ала сөз байласып, адамдар тобын құрып, өздеріне еш қатысы жоқ болмашы себепті басшылыққа алып, алкогольдік ішімдік ішкен мас күйде бола тұра, бұзақылық жасау ниеттерімен өздерімен бірге алдын ала пышақтарды дайындап алып, осы әрекеттерді заңға қайшы болатын түсініп және солардың болуын қалап, бұзақылық жасау ниеттерімен Қамажай дүкеніне бет алған. Атап айтқанда, Бергожаевтың басқаруындағы Мерседес-Бенц маркалы автокөлікпен Тоқтаубаев, Ильясов, Сакиев және олармен бірге сол күні жүрген қыздар Нұрбекова мен Жақсыгелді Қамажай дүкеніне қарай шыққан. Ал Шынасыл Эйфория кафесінен алдында тұрған танысы Ашырбаевтың басқаруындағы ЗАЗ Шанс маркалы автокөлігімен олардың артынан жүріп отырған. Осы жоғарыда көрсетілген тұлғалар келген уақытта дүкен алдында Полат, оның ағасы Гайпаев пен достары Сейсенбай, Махмет Алдияр мен Махмет Ахмет және Майтұрсынов тұрған. Екінші жақтан Тоқтаубаев, Нұрбол, Әскентай және Ысқақ тұрған. Дүкен ішінде Қалиахмет, Абдықадыр және Мұратов үшеуі болған. Ал Нұрмов болса дүкенге кіріп шығып жүрген. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан Әскентай, Тоқтаубаев, азамат Тоқтаубаев және Нұрбол, Бергожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл адамдар тобы болып жиналып, сол жерде кездестірген өзара таныстары Қалиахметті адамдар тобына қосып, өздерінің басымдығын көрсету үшін бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті, қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін азаматтарға күш қолданумен, сондай-ақ барынша арсыздықпен екшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу мақсаттарымен қоғамдық орында, яғни көпшілік жүретін Талғар қаласы Менделеев және Шота Руставели көшелерінің қиылысында орналасқан Қамажай дүкеніне алдында бола тұра, өздерінің заңға қайшы әрекеттерімен қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, сонымен қоса сол маңайда орналасқан тұрғын үйлерде тұратын адамдардың тыныштығын бұзатынын біле тұра, дүкенге келуші басқа адамдардың жүргеніне қарамастан, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып жатқандарын түсініп, солардың болуын қалап, қоғамдық тәртіпке елеулі зиян келтіре отырып, болмашы себепті пайдаланып, пышақтарды қару ретінде қолдану және қолдану қатерін төндіру арқылы дүкен алдында тұрған Болатқа, оның әкесі Нұрмовқа, ағасы Гайпаевқа және досы кәмелетке толмаған Махметке қатысты төбелес бастаған. 10 сәуірде өткен сот отырысында бұрын соңғы айтылмаған бірқатар деректің беті ашылды. Әрі қарай топтық төбелес жалғасып жатқан кезде төбелеске қатысушы Шынасыл дүкеннің сол жақ бұрышында Гайпаевты және кәмелетке толмаған Болатты көріп, соңғы Әскентайға және жарақат келтірген адам ретінде, ал Гайпаевты оның жақтасы ретінде көріп, олардан кек қайтару үшін екі немесе одан да адамды өлтіру, яғни басқа адамды қарсы қасақана қаза ұшырату мақсатымен өзімен алдын ала дайындап алып келген сабы қоңыр түсті ас пышағын қару ретінде пайдаланып, оларды қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ойы туындаған. Өз қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 00 сағат 42 минутта Болат көрінеу кәмелетке толмаған біле тұра, соңғының әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте жалдамалы автокөлікпен келген анасы Бишимбиеваның әжесі Кадированың жүргендеріне қарамастан, олардың көздерінше аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен өзінің әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, Болат өмірлік маңызды органы болып табылатын
сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет жоғарыда көрсетілген ас пышағын сұғып алған. Гайыпбаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрғанат аға маған бірдеңе сұғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасына Шоты Руставели көшесімен соңға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астында пышақпен келтірген сұғылмалы келісілмелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқайлап көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан адамдар тобы Әскентай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл, Шоты Руставели көшесінің бойында отырған Гайыпбаев пен кәмелетке толмаған Полатқа қарай барған. Сол сәтте Бишембиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа бірінші болып жетіп, соңғының отырған жерінен құшақтап, топ адамдарының әрекеттерімен қарай бастағаны қарамастан, Белгожаев кәмелетке толмаған Полаттың басынан аяқпен теуіп, өзімен алдын ала дайындап алып келген жидалмалы бәкі пышағын сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басын бірнеше рет соққылар жасаған. Ал Ильясов сол жерде жатқан жоғарыда көрсетілген 16 калибрлі аңшылық мылтықты жерден алып, аталған мылтықпен сабымен Полаттың басына бір мәрте соққы жасаған. Алайда аталған соққы Бишембиеваның оң жақ қолына тиген. Онымен шектелмей, Ильясов өзінің әрекеттерімен жалғастыра отырып, аңшылық мылтықты сабымен сол жерде отырған Гайыпбаевтың басына бірнеше рет соққылар жасаған. Осы уақытта Әскентай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл қолдарымен және аяқтарымен жерде жатқан Гайыпбаевпен кәмелетке толмаған Полатты ұрып соққан. Сол уақытта Шынасыл бастапқыда ойластырған өзінің екі немесе одан да көп адамды өлтіру қылмысты қою жүзеге асыру мақсатында сол кезде қасында тұрған сыбайласы Сакиевпен адамдар тобын құрып, бұзақылық ниетпен Гайыпбаев кәмелетке толмаған Полаттың ағасы екенін біле тұра, інісінің Әскентай ұрды деген себепті басшылыққа алып, сол інісінің әрекеттері үшін бірге жауап береді деп пайымдап, Гайыпбаевқа пышақпен дене жарақаттарын келтіріп, оны қазаға ұшырату қылмыстық ойы жүзеге асырған. Сот отырысы Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудандық сотында Талдықорған қаласында өтті. Оның негізгі себебі айыпталушылардың сол қаладағы тергеу изоляторында қамауда болуына байланысты көрінеді. Ал жәбірленуші тараптың, яғни Шерзат Болаттың туыстары айыптаумен келісе ме? Шоты Руставели көшесінің бойында Әскентай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл және Қалиахмет Гайыпбаевты жабылып ұрып жатқан кезде соңғының былғары курткасының төс қалтасынан Samsung A51 маркалы ұялы телефоны жерге түсіп қалған. Осы уақытта Тоқтаубаев азаматта ұрлық, яғни бөтен мүлкін жасырын жымқыру мақсатпен, пайда күнемдік ниетпен даланың қараңғы уақытысын және топ адамдар арасында өзінің әрекетін ешкім байқамай қалатынына көз жеткізіп, Гайыпбаевтың жоғарыда көрсетілген ұрып соғу салдарынан дене жарақаттарын алып, ес-түссіз жатқанын пайдаланып, жоғарыда көрсетілген Гайыпбаевқа тиесілі құны 220 мың теңге тұратын аталған ұялы телефонды жасырын түрде жымқырып кеткен. Бұларды жеке-жеке баппенен сотталайын деп жатыр. Бізге осы нәрсе көңілден шықпайды. Негізі групповой болып бір топ адам ретінде сотталу керек деп ойлаймын. Олар топпен келді, топпен сотталу керек. Жеке-жеке баппен сотталуға бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Олар жеке-жеке келген жоқ, бәрі бір көлікпен келді, бір көлікпен кетті. Дәл сол сияқты қалғандар хулиганство деп жатыр. Екеуі ғана убийствомен кетеді дейді, адам өлтірумен. Оған мен келіспеймін. Нұрғанат Гайыпбаевтың телефоны жоғалғаны туралы ешқандай ақпарат шыққан жоқ. Бүгін айтылды. Бұған дейін білдіңіздер ме сіздер? Білдік. Одан бөлек Нұрғанатта қаржылай 1 миллионға шамасы ақшасы болған, өзінің портмонесі, правасы. Сол құжаттарда жоқ болып шықты. Оны да біз тіркетіп айтқан болатынбыз. Қазір не себепті құжаттары ақшасы айтылмағанын білмейміз, бірақ қорғаушыларымыздың міндетті түрде сұраймыз.
Алғашқы отырыс 10 сәуірде өтті. Судья тараптардың өтініштерін тыңдап, келесі процестерді 17 және 18 сәуірге белгіледі. Мәжілісте салық кодексі жобасы қаралды. Заң жобасы бойынша баяндаған премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Селик Жұманғарин құжат өткен жылдың қыркүйек айынан бері қаралып жатқанын тілге тиек етті. Қоғамның қызу талқысына түскен қосымша құн салығы жайлы не белгілі? Қоғамдағы ең өткір пікірталас тудыратын мәселелер бойынша жалпы тәсілдерді әзірлей алдық. Дәл осы мәселелерден бастауға рұқсат етіңіздер. Бірінші, қосылған күн салығы 16% болады. Екінші, қосылған күн салығының шегі. Қосылған күн салығы бойынша шек 40 миллион теңге мөлшерінде белгіленеді. В этом месте позвольте сделать небольшую реплику. На русском скажу, чтобы всем было понятно сразу. 40 миллионов тенге – это плод компромисса, который мы достигли благодаря конструктивной позиции и правительства, и прежде всего депутатов. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то не добираем порядка 400 миллиардов дополнительных поступлений от НДС в бюджет. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены завтра понимали, что и правительство, и парламент готовы идти на такой уровне компромисса. Әлі екінші оқылымға шейін уақыт бар. Сол екінші оқылымға шейін әттеген айдеген тағы да шешу керек деген мәселелерді оны қарайтын боламыз. Соның ішінде мысалы емдеу. Бүгін мысалы мәмс бойынша бүгін проблемалар бар. Солай ғой. Мәмске барасың, уақытында қызмет алмайсың, сондықтан біздің азаматтарымыз не істейді? Олар қалтасынан ақша шығарып, өздері ақылы қызметті алып жатыр медициналық. Енді оған қосымша 10% қосылатын болса, ол қымбаттайды ғой. Сондықтан біз бұнымен келіспей отырмыз. Оны әлде де екінші оқылымға шейін біз қайта қарауымыз керек деп мен санаймын. Жалпы дәрілерді тек қана әлеуметтік жаңағы дәрілер емес, басқа дәрілерге де біз жеңілдік жасауымыз керек деп мен санаймын. Сол сияқты букмекерлік кеңселерге бүгін 25% корпоративті салық. Неге 25%? Неге соншама төмен? Ол да түсінікті. Өте көп әлде де бізде жеңілдіктер, үлкен корпорацияларға жеңілдіктер әлде қалып отыр. Біз бұны түсінбейміз. Сондықтан бұл жеңілдіктерді де әлде алуымыз керек. Бұл деген тағы да қосымша 1 триллионға жуық бюджетке қосымша қаражат. Сондықтан міне осы мәселені екінші оқылымға шейін қарастырып шешетін боламыз деп ойлаймын. Бүгінгі заң жобасындағы кемшін тұстары қандай болды? Піспеген тұстары, жетілдіруді қажет ететін тұстары. Енді мен жаңа нақты өзімнің сөзімде нақты айттым ғой. Біріншіден салық жаңағы қазіргі салық кодексінің жобасында оның кем тұстарында. Біріншіден көп салық жеңілдіктер беріп қойған. Мысалы, түсті металл, оборот түсті металлдар. Олар не? Кедей ма? Түсті металлдарды алып сататындарға жеңілдік беріп қойған. Олар НДС төлемейді. Мен олар бай деп есептеймін. Не болмаса цифрлық активтер, майнинг, цифрлық активтермен айналысатындар. Олар нағыз байдың байлар. Не үшін олар НДС-тен босатады? Не болмаса тау-кен өндірісі. Тау-кен өндірісті толығымен неден НДС-тен қосымша құн салығынан босатып тастаған. Не үшін? Олар жер қойнауын пайдаланатын тұлғалар. Оларды босатуға болмайды. Немесе банктерді. Қазір мысал құрылыс компаниялар 2021 жылдан бастап 2023 жылға дейін қосымша құн салығынан босатылған. Соның кесірінен біз қазір көп бюджеттегі тесіктерді жамауға мүмкіндігіміз болар еді. Бірақ құрылыс компанияларды қолдап келдік. Мысалы, сондай жеңілдіктер өте көп. Осы жеңілдіктерге мен нақты өзінің үзілді кетсі сұрақ қойдым. Мысалы, әуе ұшақтары, аэропорттардың ГСМ, ГСМ материалдарды сатып алуға байланысты қосымша құн салығынан босатып қойған. Не себепті? Егер де жай қарапайым халықтың мойнына салықты іліп қойса, оларды не үшін босатамыз? Сұрақ туындайды. Не болса мұнай компаниялары. СРП бойынша жұмыс істейтін мұнай компаниялар қосымша құн салығынан босатылған. Не себепті? Сұрақ туындайды. Мен заңгер ретінде. Мен жеке басы осы позициялармен келіспеймін, және екінші оқылымға дейін біз өзгертеміз деген ойдамыз. Салық кодексі айтылып бастағаннан базарларда сатушылар қолма-қол ақшаға ауысып жатқандығы айтылып жатыр. Аударымдарға бір қатар қарсылығы бар. Ертеңгі күні бұл да біздің ұсынысымыз. Қазіргі уақытта салық кодексінде қандай түзету бар? Ол мысалы мынау. Егер бүгін сіз Каспийден Халық банкқа ақша аударатын болсаңыз, оған 200 теңге комиссия төлейсіз. Солай ғой? Бірақ енді мынау салық кодексінде ұсынып отқан норма, енді осы комиссияның үстіне ККС қосылады дейді.
яғни тағы да 16%. Сонда 200 емес, 232 мысалы теңге болып кетуі мүмкін. Сондықтан әрине де бұл да негізі әр біздің азаматымыз үшін үлкен жүктеме болуы мүмкін. Сондықтан бізде де бұл мәселеге қарсымыз. Тиісті түзетуді мен бердім. Менің ойымша бұл жаңағы ақшаға деген былай қарағанда ауаға салғанмен тең ғой. Сондықтан бұл жаңағындай НДС-ті, ХКС-ті алып тастауымыз керек. Егер сен мысалы балаңа, анаңа тиісті бір қаражатты картадан картаға аударып отырсаң, бүгінен көбінесе солай болып кетті ғой. Оған қосымша комиссияға қосымша салық салынбау керек деп мен санаймын. Сондықтан бұл жұмысты әрі қарай біз жүргізетін боламыз. Бұл өзгерістер біздің ұлттық экономикаға кері әсерін береді. Ол сөзсіз. Қосымша құн салығының өсуі, ол тауарлар мен қызметтердің күрт өсуіне, яғни бізді 1-2 жылдың ішінде жойқын инфляцияға алып келуі мүмкін. Ал оның мөлшерін 40 миллион теңгеге дейін түсіру, ол көлеңкелі бизнестің дамуына алып келеді. Онсыз да оңбай отқан шағын және орта бизнестің дамымауына алып келеді, олардың жабылуына алып келеді, адамдар жұмыссыз қалады деген сөз. Қосымша құн салығы бұқаралық ақпарат құралдарында айналып өтпейтін сынды. Онсыз да бейтін сығып күн көріп жүрген аймақтағы ақпараттық құралдардың жағдайы не болмақ? Қазіргі жаңа салық кодексі дәл осы бағытта қабылданатын болса, біздің еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарына түсетін салықтық салмақ артайын деп отыр. Ал біз білеміз қазір ақпараттық соғыстың әлемде қалай жүріп жатқанын, әр елдер ақпараттық тұрғыда өз-өзін қалай қауіпсіздендіруге тырысып жатқанын жақсы білеміз. Сондықтан, егер қосымша құн салығы бұқаралық ақпарат құралдарына елімізде 16%-ға жететін болса, сәйкесінше бұл біздің еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарының өзіміздің іштегі азаматтарымызға, отандастарымызға қажетті жобалар жасауына, қажетті дүниелерді жолдауына, яки бәсекелестікке қабілеттілігіне кері әсер етеді. Сәйкесінше шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары елімізде қаптайды, және шетелдік жобалар біздің жұртымызға жақсылық әкеле қоймайтын. Біздің телекраннан да, радиодан да, интернеттен де түспейді деген сөз. Бұл үлкен қауіп. Екінші. Үшінші білеміз, бізде облыстық бар, аудандық, қалалық газет журналдар бар. Ол жердегі әріптестеріміз онсыз да кішкентай айлыққа ілділдада әрең күнін көріп отыр. Егер оларға салынатын қосымша құн салығы 16%-ға баратын болса, онда көбісі жабылып тынады, сәйкесінше аймақтар тиісті ақпарат құралынсыз қалады, азаматтар, әріптес журналистеріміз жұмыссыз қалады. Сондықтан ақпарат тұрғысында мен сіздерге 2 ұсыныс айтқым келеді. Біріншісі, еліміздегі отандық газет журналдарға қосымша құн салығын алып тастау, яки 0% қылу. Екінші, еліміздегі отандық ресми тіркелген телеарналар мен радиоларға және интернет ресурстарға қосымша құн салығын 10% деңгейінде қалдыру. Бәріміз білетін тәмсіл бар ғой енді. Кім ақпаратқа иелік етеді, сол әлемге иелік етеді деген. Сондықтан осы бағытта отандық бақтың бәсекелестікке қабілеттілігін, дұрыс ақпарат таратуын сақтап қалу бағытында. Қазіргі уақытта бақтарға біздер толығымен 16% ККС-ті жолдаймыз. Сол себепте ешқандай жеңілдіктер қазір көзделмеген оларға. Ол деген әрбір бақтың өзінің жаңағы жалпы жылда есептелген товар айналымына байланысты болады. Енді ККС-тің шекті мәнін біздер қолдадық, 40 миллион деп. 40 миллион ассаң, жаңағы асырға түспесең ішіне, онда ККС-ті төлейсің. Ол деген ақиқатты зат деп есептеймін. Нартай Сәрсенғалиев көтерген өзекті мәселелердің бірі ерекше баласын қатардан қалдырмай, қоғамнан өз орнын таптырсам деп жанын шүберекке түйіп жүрген ата-аналардың жанайқайымен үндесті. Қосымша құн салығы ерекше балаларға көрсетілетін қызмет түрлерінің бағасына қалай әсер етуі мүмкін? Біздің елімізде білеміз, ерекше балаларға білім беретін арнайы оқыту және дамыту орталықтары бар. Әрине олар жекеменшік. Неге? Азаматтар жекеменшік жерге аутизм мен басқа да ерекше дерттерге шалдыққан ерекше балаларын апарады. Себебі мемлекеттік медициналық мекемеге барып, ол жерде арнайы тіркеуден тұрып, тиісті жолдама алғаннан кейін 1 жыл, 1,5 жыл күтуге тура келетін жағдаяттар бар. Оны ата-аналарыма кездесіп мен тиісті деректерді алдырып отырмын. Сондықтан бұл жерде
оларға салықтық арнайы жеңілдік сұрағанда біз бизнесмендердің емес, ақыл орталықтардың емес, қарапайым халықтың яки балалардың мүддесін қорғап отырғанымызды айта кеткім келеді. Мәселен, логопед мамандар баламен айналысу үшін, әріптестер, Астана қаласының өзінде 30 минут логопед маманның жұмысы кемінде 10-15 мың теңге тұрады. Сондықтан да мендегі ұсыныс осы балаларды оқыту, ерекше балаларды дамыту орталықтарының қосымша құн салығынан босату мүмкіндігі бола ма? Бұл қаншама ерекше балаларға оң әсер ететіне де, өйткені ол жердегі ата-аналар онсыз да 2-3 жұмыс істеп, балаларын аяққа тұрғызуға, ортадан қалдырмауға жаны салып жүр. Ал ол орталықтарға қосымша құн салығының өсуі ол жерде қызметтің тағы да шарықтап шығуына әсер етеді. Рахмет. Ол бір жүйе негізінде жұмыс жасау көзделіп отыр. Екіншіден жаңа Серік Мақаш айтқандай, олар жаңа порогты аспайтын болса, қосымша құн салығы салынбайды. Сондықтан бұл жаңа қызмет көрсетілетін орталықтар, олар жеке өзі шағын деңгейде істеп жатқан адамдар, сондықтан біз ойлаймыз, оларға жаңа қосымша құн салығы салынбайды деп. Қазақстанда Магнумға жариялаған бойкот әлі жалғасып жатыр. Мәселенің неден туындағаны баршаңызға мәлім. Араздасқан екеуді татуластырғанмен көпшіліктің ашуы басылама. Ал үкіметтің аталған жағдайға көзқарасы қандай, депутаттардың нендей алып қосары бар? Азаматтардың жаппай бойкот жариялап жатқандығы бүгінгі таңда әлеуметтік жерде қатты талқылауға түсіп жатыр. Аталған жағдайлар мемлекеттік деңгейде қалай реттеледі және аталған жағдай бойынша сіздің ұстанымыңыз қандай? Былай, мен шынымды айтсам, кеше ғана кешке білдім мына жағдай туралы. Себебі уақыт болған жоқ. Әлеуметтік желілерді қарауға, басқа ақпарат тыңдауға, қазіргі уақытта мына жаңағы сыртқы жағдайға байланысты, мына жаңағы салық кодекске байланысты олсызда жұмыс көп. Бірақ жалпы айтқанда қазақ тілі әрине ол деген халқымыздың тірегі, еліміздің болашағының негізі. Сол себептен қазіргі қазақ тіліне біраз жағдай жасалған, қол жетпей деңгейге көтерілген, оның маңыздылығы. Сол себептен ешқандай тілге қауіпсіздік жоқ. Менің ойымша ол деген екі жеке тұлғаның арасында болған тұрмыстық дау. Оны қазір, бірақ бізге үлкен сабақ. Ондай мына тіл мәселелері, ұлттық мәселелерді талқылағанда, әлеуметтік желілерде жазғанда абайлау керек, абай болу керек. Қалғандарына не, қарапайым 20 миллион халқымыз біздер. Тату болуымыз керек. Қазақтар айтады ғой, ауылдар аралас болса да, қорларымыз қоралас болу керек. Бізге не керек? Қарапайым домалақ қазақтардың қарабастары аман болсын, болашақта. Ештеңе керек емес. Менің ойымша өздері шешеді дейді, мына жаңа проблеманы. Ешқандай проблема жоқ. Оны тіл мәселемесімен қазір шайқап, ешқандай қажеттілігі. Яғни бұл жерде бір ондай бір айтарлықтай үлкен бір мәселе жоқ, тек жеке адамдардың арасында қақтығыс дейсіз ғой. Жеке адамдардың арасында болған оқиға, менің білуімше, ана жаңағы енді Магнумның жұмысшы жұмысқа орналастырған, басқа жұмысқа кетті. Мына жаңағы тұтынушының ешқандай претензиялары жоқ. Сол себепте әңгімені тоқтату керек деп есептеймін. Рахмет. Өзіңіз барасыз ба? Өзіңіз Магнумнан тұтынасыз ба, тұтынушы ретінде? Шынымды айтсам, дүкенге көп болды бармаған. Уақыт жоқ. Бірақ кейбір кезде бар қараймыз, бағаларды тексеруге барғандай. Біріншіден манипуляцияға жол беруге болмайды. Мен бұл мәселені зерттедім, қарадым. Бұл тек қана еңбек кодексінің аясындағы реттелетін дүние. Ол жаңа Магнум жұмыс беруші мен жұмыс алушының қарым-қатынасы. Одан бір саяси, бір қоғамдық резонанс тудырып, қазақ тілді қорланып жатыр деген әңгіме емес. Ол жеке бастың, біріншіден сіздің қолыңызда да менің қолымда арасындағы тұрған нақты дау жоқ. Оны жазылған бейне камералар жоқ. Қандай әңгіме айтылғанын біз білмейміз. Сол себептен менің ойымша Магнумда, қоғамдағы да көп белсенділер жай манипуляцияға алданып отқан сияқты. Бүгінгі апталық шолу осымен тәмам. Ақпаратты қолдау білдіріп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздің пікір біз үшін қашанда маңызды.